Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ақ уыздан осындай рулет жасаймыз, яғни меренговый рулет дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз миксеріміздің ыдысына ақ уызымызды саламыз. Ең басты біздің талап қойылатын бұл ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Венчегіміз бәрі де құп-құрғақ болуы керек. Сол кезде ғана біздің ақ уыздарымыз жақсы болып шығады. Қанттың бәрін бірден салмайсыздар, осылай видеода көрсетілгендей бірнеше бөліктерге бөле отырып саламыз. Бізге қажетті ингредиентті төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қантымызды осылай сала отырып, аппақ болып биіктеп көтеріледі. Миксеріміздің жылдамдығын көтереміз. Және де лимонная кислота саламыз, шым-шым. Міне біздің меренгіміз дайын. Ыдысымызды төңкергенде ақпауы керек. Енді пергамент қағазына меренгімізді жайғастырамыз. Меренгімізді осылай түгелдей жайғастырғаннан кейін алдын ала 150 градуста қысып тұрған пеште 20-30 минут аралығында бетіміне дәл осылай сарғайғанша пісіріп аламыз. Енді меренгімізді сүлгіге болмаса екінші тағы бір пергамент қағаздың үстіне аударамыз. Бірден пергамент қағазын алып тастауға да болады, немесе қалдыруға да болады. 15-20 минутқа суығанша қоямыз. Мен бірден осы пергамент қағазын алып тастадым. Енді біздің меренгіміз суығанша кремін дайындаймыз. Сол үшін бізге салқын сливки қажет. Сливкимізді кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Кейін үстіне сахарная пудра, яғни қант ұнтағын саламыз. Міне біздің сливкиміз сәл қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын осылай жаңағы сеткадан өткізіп саламыз. Біздің креміміз дайын, меренгіміз суыды. Енді кремімізді осылай жағып шығамыз. Егер үйлеріңізде түрлі жеміс-жидектер болса, арасына жеміс-жидектер салсаңыздар болады, банан салсаңыздар болады, өз қалауыңызша. Енді бір шетінен пергамент қағазының көмегі арқылы осылай рулет қылып ораймыз. Біздің меренгіміз өте сынғыш болып келеді, сондықтан ақырында орайсыздар жайлап.